Барлық киносүйер қауымға сәлем. Жапония елінің «Однокомнатные соседи» фильміне қысқаша шолу жасаймыз. Хан кино каналы сіздермен бірге. Арнада тек қана үздік фильмдер мен сериалдар. Арнаға жазылыңыз, және сіз әрқашан не көру керектігін білетін боласыз. Яма Шусе өз мектебінде өте танымал жасөспірім. Көп қыздар оған сүйсініп, оның қызы болғысы келеді. Бірақ жігіт оларға мән бермейді. Шусеге ғашық қыздарының бірі Мое. Мое өз сезімін білдіруге бел буды. Ол тіпті жан досы Аяға өзінің жоспарын айтқанда, Ая оның жан тәнімен қолдайтынын айтады. Бірақ өкінішке орай Мое оқушылардың алдында Шусеге деген сезімін мойындағанда, ол салқындық танытады. Оның сезімін қабылдамағанына қатты ұялғаны сөзсіз. Оқушылар оған күле бастайды. Құрбысының қорлығын көріп ашуланған Ая Шусеге жақындап ұрысып тастайды. Бірақ ол кешірім сұраудың орнына оны мазақтай бастайды. Өйткені ол да оған өз сезімін білдіргісі келеді деп ойлайды. Негізсіз айыптаулар оны одан сайын ашуландырды. Ол оны рефлексивті түрде теуіп қалады. Салдарынан ол баспалдақтан құлап, аяғын ауыртып алады. Нәтижесінде ол оны үйіне апаруға мәжбүр болды. Сонында оны ренжіткені үшін өзін кінәлі сезінді. Шусе Аямен бір көпқабатты үйде тұратынын білгенде таң қалды. Оның үстіне олардың бөлмелері тіпті бір-біріне қарама-қарсы. Ол бұл фактіні енді ғана білді. Өйткені ол жақында көшіп келген екен. Оны бөлмеге шығарып салған соң Шусе Аядан тамақ пісіріп беруін өтінді. Өйткені оның аяғы әлі ауыратын еді. Қыз басқа амалы болмағандықтан ол құлықсыз бағынды. Ая жаңа ғана тамақ әзірлей бастағанда Шусе артынан келіп, оны қорқытып жібереді. Оның бұл қылығы оның зейінін жоғалтып, пісіріп жатқан тағамға тым көп май құйып жібереді. Жіңчен майының әсерінен кастрюльден шыққан өрт хабарлағыштарын іске қосты. Шусенің бөлмесін толығымен су басады. Нәтижесінде Шусе бөлмесін жөндеу үшін бөлмені ауыстыруға мәжбүр болады. Бірақ қазір бос бөлмелер болмағандықтан, Ая оны біраз уақыт өз бөлмесінде қалдыруға мәжбүр болды. Өйткені ол бұл оқиғаға өзін кінәлі сезінді. Осыған қарамастан ол оған қатты ашуланды. Ол тіпті душ қабылдағаннан кейін Аяны қоздырып іш киіммен бөлмеде жүретін. Келесі күні мектепте бір бөлмеде жасырын түрде ортақтасып, мектептен қуылған бірнеше оқушы туралы Ая естиді. Бұл жаңалық оны қорқытады. Сондықтан ол мектепте Шуседен аулақ болуға тырысады. Ол басқалардың олардың бірге тұратынын білгенін қаламады. Шусе Мойымен қоса достарының алдында оған бөлменің кілтін береді. Абыржыған Ая екеуінің бірге тұратын басқалардың білмегенін қалап, бірден оны сүйреп алып кетеді. Ая мен Шусенің бір-біріне жақын араласып тұрғанын көрген Мойы аздап қызғанды. Оның үстіне Шусе неге Аяның бөлмесінің кілтін әкелді. Ая Мойеге және басқаларға оралғаннан кейін бөлменің кілтін кездейсоқ түсіріп алғанын және Шусе оны тауып алғанын хабарлайды. Ая бөлменің қабырғасына Шусенің не істей алатыны, не істей алмайтыны туралы ережені іліп қояды. Шусе үйге досы Сатыны бірге алып келеді. Қатты сасқан Ая көрпенің астына жасырынуға мәжбүр болады. Ол оны көрпенің астында тығылып жатқанын біліп, әдейі үстіне отырып, аяғын қытықтайды. Ол оның ашуын келтірсе керек, ол көрпенің астынан тұрып, Саты балконда болғанда бөлмеден шықпақшы болады. Бірақ Саты оны байқап қалады. Ол Шусе екеуін көрші екеніне сеніп қалады. Келесі күні үй иесі Ая мен Шусені келесі аптада барбекю кешіне шақырады. Ол оларға достарын шақыруға рұқсат береді. Бірнеше минуттан кейін Мойы пәтерге келеді. Екеуінің бірге тұрғанын көріп таң қалады. Ол Ая олардың арасында шын мәнінде не болғанын түсіндіруге тырысады. Ақырында Мойыны сендірді. Содан бері бір апта өтті. Олар барбекюге барады. Шусе ағасы Саджумен Сатын алып келеді. Мұнда Ая Мойыға Шусе туралы шындықты айтуды жоспарлайды. Бірақ ол мұны айта алмай тұрып, олардың назарын кенеттен жақындаған бойжеткен аударады. Бұл Сацуки, Шусенің бала кезден досы және бұрынғы ғашығы болып шығады. Атмосфера еріксіз ыңғайсыз болды. Әсіресе Аяның Шуседе көңілі бар екенін байқаған Сацуки Аяға суық көзбен қарайды. Аяға оған ғашық болмауды ескертеді. Жауап ретінде Ая сезімінің жоқтығын айтады. Сацуки кетер кезде оған менсінбей қарайды. Бірнеше күннен кейін үй иесі Аяға ойын-сауық саябағына 2 билет береді. Бірақ кенеттен Шусе оның қолындағы билеттерді тартып алып, оны саябаққа апаратынын айтады. Ая сабақтан кейін Шусені ойын-сауық саябағында күтіп тұр. Ол келіп, оны ойын-сауық саябағында серуендеуге сүйреп апарады. Ол кенет онымен өткізген уақытын қатты ұнатты. Сосын олар кафеге барады.
Ая келесі аптада отшашу фестивалінің постерін көреді. Ол сонда барғысы келеді. Өкінішке орай оның әлде ол жаққа баратын ешкімі жоқ. Жігітті айтпағанда. Мұны естіген Шусе келесі күні онымен бірге фестивальге баруды ұсынды. Ая ақыры Моеге Шусеге деген сезімін айтуды шешеді. Ол Моедан кешірім сұрайды. Себебі ол оны алғашында жек көргенімен кейіннен оған ғашық болғанын айтады. Мойының Шусені ұнататынын біледі, және оны мойындауды оған ауыр тиетінін білді. Дегенмен ол оған адал болуды жөн көрді. Мойы көңілін қалғанын жасыра алмады. Бірақ сонда ол оның мүмкіндігі жоқ екенін мойындайды. Шусе одан бас тартты. Ең бастысы ол әлі Аямен дос болғысы келеді. Ая мен Шусе сабақтан соң үйге келе жатып, зергерлік дүкенінің жанынан өтіп бара жатқанда әдемі алқаға көзі түседі. Бірақ оны сатып алатын ақшасы жоқ еді. Ол Шусе оны оған сатып алады деп үміттенді. Өкінішке орай ол ешқандай іс-әрекет жасамады. Олар пәтерге келгенде Сацукидің келіп тұрғанын көреді. Бірақ Шусе оның жанынан өтіп бөлмеге кірді. Сацуки Шусенің Аямен бір бөлмеде тұрғанын көңіл толмайтыны анық. Ол Аяға оған ғашық болмауын ескертеді. Өйткені оның тек Сацуки білетін сыры бар. Ая сабақтан кейін Шусенің үлкен ағасы Саджуды кездестіріп қалады. Ол оған отбасы туралы айтады. Шусеге отбасында махаббат аз болғанын, сондықтан олар қашан басқаларға суық қарайтын. Бала күнгі досы Сацуки ғана өскенде оған үнемі көңіл бөлетін. Бірақ содан кейін Соджу әңгімесін тоқтатып, Аяны сүйеді. Ол оның бұл әрекетінен шошып ашуланды. Өйткені бұл оның алғашқы сүйісі еді. Саджудың бұл әрекеті ақыры Шусенің құлағына жетті. Ол оны ұрып жіберді. Ол жалғыз жылап отырған Аяны тауып алады. Ол одан аңғал болуды тоқтатуын өтінеді. Себебі оны алдау өте оңай. Ақырында ол оны тыныштандырды. Бірге көңіл көтереді. Күндер өткен сайын Аяның Шусеге махаббаты артып, оны таңғалдыру үшін келбетін өзгертіп, шашын қиып тастайды. Бұл ғана емес, ол мейрамханада қосымша табыс тауып жүргенде оған кешкі ас әзірлеп береді. Осыған қарамастан олар мектепте әлде бірін-біріне қашық болды. Бір күні Сацуки Шусеге телефон соқты, және ол ыңғайсызданып қалды. Сосын ол ештеңе түсіндірместен үйден шығып кетеді. Шуседен қоңырау соқты деп ойлап, ол бірден телефонды көтереді. Бірақ бұл Сацуки еді. Енді олар Шусемен бірге екенін айтады. Шусе үйге келгенде пәтерден кетуге шешім қабылдады. Бірақ бәрібір Ая Шусе мен Сацукидің арасында не болғанын білгісі келеді. Нөсер жаңбырға қарамастан оны қуып жетіп барлығын түсіндіруді талап етеді. Бірақ ол үндемеді. Келесі күні мектепте Ая Мойының сатымен кездесіп жүргенін көріп таң қалады. Ая бұрынғыдай емес мұнайып көрінді. Ал саты болса бұл Шусеге қатысы бар деп ойлайды. Содан кейін ол 2 жыл бұрын Шусе мен Сацукидің басынан өткен қиындықтар туралы айтады. Рождество қарсаңында ол кенеттен оған қызығушылығы басылып, енді оны көргісі келмейтінін айтады. Ол Шусеге қоңырау шалады. Ақыры телефон тұтқасын көтергенде ол оған бәрінен шаршағанын айтады. Өзінің кінәлі сезінген Шусе Сацукиді іздейді. Кейін ол оны ес-түссіз күйде тауып алады. Сонда ауруханаға жеткізіп, оның өмірін аман алып қалады. Бірақ ол оған деген кінәсін баса алмады. Тіпті өзін кінәлі сезінді. Әңгімені тыңдап болған соң Ая үйге баруға бел буды. Есік тұтқасынан кішкене сөмкені байқайды. Таңғалдырғаны бұл оның қалаған алқасы болатын. Ол оны Шуседен басқа ешкім бере алмайтынын білді. Тек қана Шусе бұл туралы білетін. Күндер өтіп жатты. Саджу Сацукидің оның алдап келгенін, ол оны ойыншық ретінде пайдаланғанын айтады. Саджу оның Сацукимен болған оқиғаға бұдан былай өзін кінәлі сезінбегенін қалайды. Бірнеше күннен кейін Ая Мойы мен Сатамен бірге отшашу фестиваліне баруды жоспарлап отыр. Бірақ автобус келгенде Аяны мінгізіп, олар оны мотоциклмен қуып жететінін айтады. Шындығында олар Аяның қазір отшашу фестивалінде екенін және ол жерге тезірек жетуі керек екенін хабарлау үшін Шусеге барды. Сөйтіп Шусе Сатаның мотоциклмен фестиваль өтетін жерге барады. Ол Аяға деген сезімі бар екенін түсінді. Ол тек өткеннен бас тарта алмады. Фильмнің соңында Шусе Аямен кездесіп, одан бірінші кешірім сұрайды. Аспанда отшашулар атылып, олар бұл сәтті пайдаланып сүйіседі. Содан кейін ол оған өзін сезімін мойындайды. Сіздермен бірге болған Хангино арнаны қолдауларын сұралады. Келесі көріскенше.